Hoca! Осылай бізде енді осы қойлардың жем беретін, шөп салатын ауларын жасап жатыр үйде. Сондықтан бүгін малдап мен өзім. Өз болғанда қойлар алысқа кетіп қалған. Соны қайтарып алып келіп отыр. Машинамен әкеп түседі. Жаяу айдап баратын. Осылай көкке жүгіріп бәле болады ғой. Біздің үй ана оған дейін біраз жол бар. Уже осылай орап алдым. Бетімдегі қатқып. Осы вандырлатпен. Бізде бәрі шынайы ғой, бізде бәрі шынайы. Міне уже келіп те қалдық. Мына жерге сап-сары шөп шашып қойған. Сол шөпке қойларды апарамын. Енді алдыңғыдай видео монтаждап, үйтіп салуға да болады, просто кейінірек қалып кетеді да, уақыт өтіп кетеді оған. Сосын осылай шештім. Живой видео, живой сөйлеймін. Сөйтемін да, тық-тық-тық еткізіп бәрін бір монтаждаймын. Сөйтіп ютубқа салам. Ауылдың осындай қарапайым келіншегін қолдап кетіңіздер. Тіркелеміз, I love you. Ютуб дамып жүрек. Ауылды тез шыққан блогер олайық кейін. Осылай малдармен жүрген. Арасы өзім түртісі қойына. Тіркелеміз, достар. Лайкты чұқтыққа өткізіп басамыз. Ютубты тіркелеміз ютубқа. Ютубымыз дамып жүрек. Жеттік, ана. Үйге де келдік. Қойлар шөпке де келді. Жүгіреді ғой шөпке қарай енді. Салыңыздар. Осы кезде қойлар шөп жемей көкке жүгіріп кетті. Арқасынан кеттім қойға.